Бүгін сіздермен adjectives, яғни сын есімдер туралы талқылайтын боламыз. Бұл сұрақтардың барлығы 2013 жылдан бері 2019 жылға дейінгі магистратурада ағылшын тілінен тест есебінде келген сұрақтар. Бүгін сіздермен осы сын есімдерді бірге талқылап көрейік. Бірінші сұрақ. Living in town is бір нәрсе, than living in the city. Than тұрғаннан кейін сіз міндетті түрде салыстырмалы таңдауыңыз керек. Ал expensive деген сөз ол екі буыннан көп болғаннан кейін сіз more де қоясыз. Яғни дұрыс варианты A варианты. More expensive. Ауылда, қалада тұру, ауылда тұрғанға қарағанда қымбатырақ деген сөйлем. Екінші сұрақ. Қызылорда is a бір нәрсе, town than city. Қайтадан than тұр, демек біз салыстырмалыны іздеп табуымыз керек. Бұл жерде салыстырмалы бізде more немесе less болу керек. Себебі industrial деген сөз екі буыннан көп сын есім. Екі буыннан көп болса, есіңізде болса more немесе less деген сөз алдына тіркеуіміз керек еді. Сонда дұрыс варианты D. Less industrial. Сонда бізде Қызылорда Шымкентке қарағанда өнеркәсібі жағынан төмендеу, өнеркәсібі төменірек дамыған қала деп айтып жатыр. 3. Choose the correct form of the adjectives, яғни дұрыс формасын таңдау керек. This negotiation will be бір нәрсе деп тұр. Яғни бұл жерде сіз сын есімді табуыңыз керек. Сын есім бұл жерде қайсысы келетінін анықтауыңыз керек. Бұл believable болады. Көбінесе, енді мына жерде full дегенде, ly дегенде, less дегенде ол сын есімнің жалғаулары, жұрнақтары, сын есім жасаушы жұрнақтар, бірақ біз believable-ды аламыз, себебі бұл дұрыс варианты біріншіден, екіншіден бұл сөзді сіз табуыңыз үшін негізі сөзді қорыңыздың болғаны жақсы болғаны абзал. Бұл сөзді басқалай сізге ешқалай түсіндіріп бере алмаймыз, тек қана оны білу керек болды. Яғни И варианты дұрыс. Төртінші сұрақ. Choose the correct form of adjectives. The southern part of Kazakhstan land is дейді. Бұл жерде жаңағы believable деген сияқты таулы деп айту үшін сіз mountainous, яғни B вариантын таңдайсыз, ары қарай кете береміз. Бесінші сұрақ. She worked at her English pronunciation дейді. She worked hard. Бұл өзінің ағылшын тіліндегі айтылуына, яғни дыбысталуына қатты жұмыс істеп жатыр деген кезде сіз hard деген айтасыз. Не себебі more, harder, D вариантында да more, harder, most hard, most hardly деген сияқты варианттар бұл жерде келмейді. Себебі ешқандай салыстыру жоқ, күшейтпелі жоқ, жай ғана hard, яғни B варианты болады. Алтыншы сұрақ. This flat is деп тұр, is than деп тұр, көрдіңіз ба? Than десе, значит, уже сіз мына жерде автоматически салыстырмалыны іздейсіз. Good деген сөздің салыстырмалысы better. Значит, бізде қалатын варианттар B мен I ғана, better қалды. But mine is бір нәрсе деп тұр. Мынау пәтер, ана пәтерге қарағанда жақсырақ, бірақ менікі енді мағыналай ең жақсы ғой. Демек, сонда мен the best болу керек екінші жағында, Сол кезде менде болады my flat, this flat is better than that flat, but mine is the best. И варианты менде ең соңғы вариант дұрыс болады. Жетінші сұрақ. He is бір нәрсе than Mike. Бұл жерде дұрыс варианты shorter, себебі қалғандары бізде салыстыру емес, than тұрғаннан кейін салыстыру екенін мен білуім керек, және оны қойып кете беремін. Сегізінші сұрақ. Бізде Patrick has got бір нәрсе higher than Stephen дейді. Қайтадан than тұрма, демек біз shorter, яғни екі буынға дейінгі сын есімдерге мен ER жалғауын жалғап ары қарай кете беремін. Тоғызыншы сұрақ. It was much бір than деп тұр. Than деп тұрма, қайтадан easier. Бұл жерде де салыстыру бар. Than деп отыр 10-шы сұрақта да, all his life he had taken pains to be бір нәрсе than his fellows. Stronger, braver. Көрдіңіз ба? Ол мықтырақ және ержүрегірек дейма қазақшасында, көбірек қаттырақ ержүректі деп айтасыз ба? Енді есіме түспей тұр қазақшасы. Мужественнее орысшасында, сонда менде дұрыс варианты И болады. Себебі than тұр қайтадан.
Then тұратын болса, сіз или er іздейсіз, соңында дұрыс вариант таппай жатсаңыз, немесе more деген сөз іздейсіз. Енді бұл жерде strong деген сөзде, brave деген сөзде бір буынды болғаннан кейін, сіз осы er-ді жалғай саласыз. 11-ші сұрақ. I think he is бір нәрсе danger among them дейді. Қараңыз, among деген сөзді көрген кезде сіз көбінесе күшейтпелі шырайды қолдануыңыз керек. I think he is бір нәрсе, the best бар, и best бар. Күшейтпелі шырайды есіңізде болатын болса, сізде алдында белгілі артикль the жүру керек. Сондықтан бұл жерде дұрыс варианты be болады. 12-ші сұрақ. If a thing is worth doing it, it worth doing it. Енді мына жерде 12-ші сұрақ берілуі дұрыс емес, себебі бұл мақал, мақалда дұрыс вариантында if a thing is worth doing it, it worth doing it the best болу керек еді, бірақ мына жерде ол берілмеген, сондықтан бұл вариант тастап кете саламыз. Бұл берілуі дұрыс емес негізі. Ал енді жалпылама грамматикалық тұрғыдан дұрыс келетіні worst, бірақ бұл сұрақтың өзі дұрыс емес. 13-ші сұрақ. Choose the correct variant. They have бір нәрсе paper than we have. Бұл жерде paper саналмайтын зат, than тұрғаннан кейін бізде бұл жерде не болу керек? Салыстыру болу керек. Paper деген сөз саналмайды, қағаз саналмайды, сондықтан не few, не less болу керек қой бұл жерде. A little болмайды, few болмайды, аз деген мағынаны білдіреді. The least ең аз деген мағынаны білдіреді. Than тұрғаннан кейін біз не less таңдауымыз керек, не fewer таңдауымыз керек, less деген little деген сөздің азырақ деген сөзі, fewer деген сөз, few деген сөздің азырақ деген варианты. Бұл жерде мен less-ті таңдаймын, себебі little деген сөзден шыққан деп айттым, және ол біздің саналмайтын зат есімдермен бірге қолданылады. 14-ші сұрақ. This is the place in the park дейді. This is the-ден кейін мына жерде көп нүкте болу керек, яғни сол жерге сөз қойуымыз керек. The дегеннен кейін сол жерде көп нүкте тұратын болса, демек біз күшейтпелі шырай екенін білеміз, потому что күшейтпелі шырайда бізде белгілі артикль болады деп айттық. 14-ші сұрақтың дұрыс жауабы B. This is the most beautiful place in the park. Яғни бұл парктың ішіндегі ең әдемі жер деп айтамыз. 15-ші сұрақ. He knows English than his sister деді, Ол ағылшын тілін өзінің әпкесіне қарағанда жақсырақ біледі болатын болса, онда better. 15-ші сұрақ E болады. Than тұр қайтадан себебі. He comes home very late. Ол үйге өте кеш келеді жалпы. Later, lately, the latest дегендер келмейді, потому что бұл жерде аудармасында да ол келмейді, мағыналайда олар қалғандар келмейді, себебі сөйлемнің құрылымына қарай өзі late деген сөз келіп тұр. 17-ші сұрақ. How do you usually get to the деп тұр. The деп тұр, значит бізде примерно мына жерде күшейтпелі болу керек. Сондықтан күшейтпеліні іздеймін, алғашқы 4 варианты келмейді маған. Ең соңғысы nearest. Күшейтпеліні есіңізде болатын болса, екі буынға дейін est жалғайтын едім, сондықтан the nearest underground station. Сен күнделікті ең жақын underground station деген ол метроға қалай барасың деп тұр, сондықтан nearest варианты дұрыс. 18-ші сұрақ. Supply the proper degree of comparison. Comparison деген сөз, ол есіңізде болатын болса, ол бізде салыстыру. Than тұр. My car is деп тұр. Fast деген сөз, ол бір буыннан тұрғаннан кейін faster болады да, кете береміз. Менің машинам сенің машинаға қарағанда жылдамырақ деген сияқты сөйлем шығады. Яғни C варианты. 19. Choose the right variant. What about the weather? Well, it was fairly good. Better, best, more good, most good. A және E варианттары мүлде ондай сөз кездеспейді ағылшын тілінде. Good, better, best деп тұр. Енді best болатын болса алдында the болушы еді. Than деген сөз жоқ бұл жерде. Сондықтан салыстырманы қолданамаймын. И келетіні маған сонда good деген сөз ғана. Яғни дұрыс варианты 19-ші сұрақта B. Келесі 20-ші сұрақ. What does the happy marriage largely depend on? The тұр, демек мен күшейтпеліні қолдануым керек, ол менде B варианты. What does the happiest marriage largely depend on? Келесі
21-ші сұрақ. Supply the proper degree of comparison. Қайтадан comparison деп тұр, салыстырманы іздеймін. My brother is taller, иә? Өзіңіз оны біліп отырсыз деп ойлаймын. C варианты, потому что бұл жерде than тұр, и салыстыруымыз керек. 22-ші сұрақ. There are days in February than in other months дейді. Яғни февраль айында, ақпан айында басқа айларға қарағанда күндер аз деп тұр. Күн есіңізде болса саналады, сондықтан азырақ деп айту үшін мен fewer деген сөзді қолданамын. Жаңа қағазға байланысты less болып еді, енді бұл жерде февральда күндер азырақ болғаннан кейін басқа айларға қарағанда мен fewer деген сөз қолданамын. Few деген сөз ол аз деген мағынаны білдіреді. 23-ші сұрақ. Choose the right variant. She is much, қайтадан than тұр, younger-ды қолданамын. Яғни D варианты. 24-ші сұрақ. She is деп тұр, is than тұр қайтадан. I expected. Harder, яғни B варианты. Қалғандары келмейді. Не үшін? Потому что more hard деген сөз жоқ. Себебі бір буынды the hardest деп айта алмаймын, потому что than тұр, the harder деп қолданылмайды. B варианты менде дұрыс. 25-ші сұрақ. Use the comparative degree. Comparative, яғни бағана comparison, comparative барлығы ол салыстыруды білдіреді. Мына жерде frequent деген айта алмаймын, most деген сөзді айта алмаймын, себебі ол күшейтпелі шайдікі. Superlative degree-дегі shortest де superlative, beautiful деген сөз ол жай шырайы, easier менде осы comparisonға, яғни салыстырмалы шырайға келетін болады. Әзірге осы 25 сұрақты сізбен бірге талқыладық. Осы тесттер сізде магистратурада келетін болса, бұларды да сіз өте жақсы шығарасыз деген үміттемін. Сізге барлық білгенін бөлісуге тырысқан мен Ержан. Келесі сабақтарда кездескенше.